Саламатсыздар. Енді біз аралық есеп жалғастырамыз. 5 сыныптың математикасын 633 есеп шығарамыз. Орам матадан көрпе тыстар, жаймалар және жастықтар тігілген дейді. Көрпе тыстар орамның 5-2-сінен 6 метр кем деп жазылған ғой. Сол себептен менің алдыңғы сабағым қараған болсаңыздар, 632-ні түсіндіріп беріп шығарған. Бұл жерде қосылған ғой. Ал бұл жерде кем болғандықтан біз енді бұл жерде дәл сол 632-ші есеп қарап шығарамыз, бірақ азайтамыз. Бұнда үшінші ең соңынан бастап жоғарылап шығарамыз. Қазір түсіндіріп шығарып отырамын, мән беріп тыңдаңыздар. 633 есеп. Так, 633 есепте бізде төмен жағынан оқитын болсақ, яғни орамда дейді 4-3-нен 3 метр кем орамнан жастықтар тігілгенде, орамда 10 метр мата қалғанда, сол қалғаннан бастап біз жоғары қарай жұмыс жасаймыз. 3 метр кем болғандықтан қалған 10 метр матадан азайтамын 3-ті. Азайтамын 3-ті, 7 метр мата. Енді бізде 4-тен қалғанның 4-тен 3-нен болғандықтан 4-тен 3 бөлігі болғандықтан 1-ден азайтамын 4-тен 3-ті. 4 азайту 3 бөлінген 4 болады. 1-ті 4-ке көбейтіп, 4 ортақ бөліміміз 4 болады, сонда 1 бөлінген 4 болады. Енді осы 1 бөлінген 4-ті, 7 метр бар ғой, бірінші деп қояйын. 7 метрге бөлемін, бөлігі болғандықтан. Бұл деген сөз 7 көбейту 4 бөлшектің екінші бөлшек кері бөлшек айналады. 4 алдына шығады, бөлшектің бөліміне 1 түседі, 1-ді жазбасақ та болады. 28 болды. Так, енді екінші 28, яғни 5-тен орамның 5-тен 3-нен 4 метр кем матадан тігілді дейді. Яғни 5-тен 3 бөлігінен 4 метр мата кем тігілген дейма. Яғни онда біз мынаны 5-тен 3-тің бағана бірінші жолдағыдай мынау сияқты бір бөлігін тауып аламыз. Так, бір бөлігін былай жазамын. 1 азайту 5-тен 3. Так, 5-тен азайту 3 бөлінген 5, 2 бөлінген 5 болады. 5-тен 2. Енді бұл 5-тен 2-ні мына жерде шықты жаңа бізде 28 деген. 28 деген шықты ғой. Осыған 5-тен 2-ні бөлемін. 28-ді бөлемін 5-тен 2-ге. Бұл деген сөз кері бөлшекке айналып, алымы бөлімнен бөлім алымы шығады. 28-ге 2 қысқарады. 14 көбейту 5 тең 60 болады. Міне 60 шықты. Енді үшінші бізде не айтады? Үшіншісінде 5-тен 2-сінен 6 метр кем. Яғни жаңағыдай тауып аламыз. Так, 60 метрден азайтамын 6-ны кем болғандықтан. Бұдан шығады 54 шығады. Кем болғандықтан. Яғни 54 деген сөз 54-ті енді мынаның неш бөлігі еді? 5-тен 2 бөлігі бар ғой, сол себептен 5-тен 2 бөлікті мына түрде жазып алам. 1 азайту 5-тен 2. Бұдан 5 азайту 2, 5-тен 3 болады. Енді осы 54-ті бөлемін, бізге мынауға жеттік. Осымен жұмыс жасаймыз. 54-ті бөлемін 5-тен 3-ке, ол кері бөлшекке айналады да, былай түседі. Так. Бұдан не шығады? 54 5-тен 3 болды, я? Ой, кері бөлшекке айналдыратын болсақ, 3 бөлімне 5 алымда болады. 3 бөлімне 5 алымда шығады. 54 көбейтілген 5 бөлінген 3 қой. 54 3-ке бөлсем 18, оны 5-ке көбейтетін болсам, қанша? 90. Міне. Жалпы біздердің орамда барлығы орамда 90 метр мата бар екен. Енді көрпе тыстар неше метр матадан тігілді дейді ғой. Мына есепті көрпе тыстар
жаймалар және жастықтар тігілді. Осының негізі шартын жазып алуыма да болады. Бірдесен есеп шығарып кете бердім. Шартын жазып алайын. Көрпе тыстар орамның 5-тен 2-сінен 6 метр кем. Ал жаймалар қалған орамның 5-тен 3-тен 4 метр кем деген бар ғой. Сол себептен кем болғандықтан азайтылып тастады деп бағана басында айтқандықтай. Бізге сұрап жатыр, көрпе тыстар неше метр матадан тігілді дейді. Көрпе тыстың шартын жазып алайық. Көрпе тыс берілгеніне қарап көрпе тыстар 5-тен 2-сінің дейді. 5-тен 2 бөлік болғанда x болады. 6 метр кем дейді. 5-тен 2 x-тің 6 метр кем. Яғни осыны орнына апарып қоямыз. 5-тен 2 жалпы 90 метрді апарып қоямын. Бұдан кеп шығады. 92 көбейтем 180 бөлінген 5 азайту 6. 180-ді 5-ке бөлем. 36 болады. 36-дан 6-ны алам. 30 метр болады. Міне көрпе тысқа 30 метр мата тігілді. 30 метр мата кетті тігуге. Міне есебімізде шықты. Жалпы 90 метрге тең екен. Ал енді 634-ші есепке келейік. 64 ертегідегі есеп дейді. Баласы әкесінен сіз неште жастасыз деп сұрайды. Әкесі оған егер менің жасыма оның жартысын және ширегін сонан соң бірді қоссаң 134 болады деп жауап берді. Әкесі неше жаста дейді. Бұл жерде теңдеу құру арқылы шығарамыз. Егер менің жасыма дейді. Ол әкесінің жасы белгісіз x болады. Әкесінің жасы белгісіз x болады. Оған қосамын, яғни жасының жартысы болса x бөлінген 2 болады. Қосамын ширек. Ширек деген сөз жалпы шеңбер деген мағынаны білдіреді. Шеңбер деген мағынаны білдіреді. Ол жартысын және ширегін қосу деген сөз жалпы шеңберді біз 4 ширекке бөлеміз. Геометриядан да, алгебрадан да 4 ширекке бөлеміз. Физикадан да, математикадан да. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші ширек деп. Осы ширектің 4-тен 1 бөлігі аламыз. 4 бөлікке болғандықтан 4-тен 1 x деп алам. Және соған 1-ді қоссаң дейді, 134 шығады дейді. Міне теңдеу құрып алдық. Яғни x қосу x бөлінген 4 болады. Мына жердегі 1 x-ға көбейтіліп x-ті береді. Мына жердегі 134 деймін да, мына 1-ді 10 жағына өткіземін теңдіктің. Енді не қыламыз? Енді ортақ бөлімге келтіреміз. 4 болғанда мына бөлшектің бөлім бәрін 4 болу үшін 4-ке көбейтем. 4x қосу 4x болады, қосу x болады да бөлшектің бөлімдерін бәрін 4 деп аласыз бірдестен. Мына 133 болады. Осыдан x-тар қосам 8x 9x. X-тар қосатын болсам 8x 9x болады. Так. Мына жерде 2 екен ғой, мен 2 екен, Так, мынаған ортақ бөлім 2-ден берем. Мынаған 4-тен берем ғой. Мына жерде 2-міз бар екен ғой. 2-міз қалып кетіпті ғой. Сонда мынаған 2-ден берсең 2x болады. Мына 4x болады. Енді x-тарды қосам. 4x-ға 2x қосам 6x, оған 1x қосам 7x болады. Ал енді тең деймін да, 7x бөлінген 4 133 болып тұр ғой. Осыдан x табатын болсам, 133-ті бөлемін 7 бөлінген 4-ке. Бұдан 133 көбейту 4 бөлшектің бөліміне 7 шығады, 4 алдына шығады. Бөлудің ережесі бойынша. Ал енді 100 так. Енді 133-ті 4-ке көбейтейік. Қанша болады? 133-ті 4-ке көбейтетін болсақ. Так. Так, бұл жерден 133-ті 7-ге бөлеміз. 7-ге бөлетін болсақ 19 болады. Көбейтем 4-ге. Бұдан 76 болады. Сонымен әкесінің жасы 76-да екен. Жауабы әкесі 76 жаста. Ары қарай 635-ші есепке көшейік. 635-ші есепте көрші 3 үйдің біріншісі 5 қабын, екіншісі 3 қабын алған дейді. Сатып алды. Осы ұмды 3 үй тең бөліп алады да, үшінші үй сол екеуіне 7200 теңгені бірінші мен екіншіге алған ұн мөлшеріне қарай қанша теңге бөліп береді, соны табуымыз керек екен 635-те. Так, 635-ші есепте. 635-ші есепте. Яғни бірінші үйіміз жалпы, так, бірінші үй дейік, екінші үй дейік, үшінші үй дейік. Бірінші үйде 5 қабым бар.
мынада 3 қабым бар. Мынада ұны жоқ қазір. Сөйтеді де осы 5 қабым мен 3 қабымды қосып, 3-үй теңдей бөлікке бөліп алады ғой. Соны орындау үшін 5-ті 3-ке қосамын. 8 болады. 8-ді 3-ке бөлемін. 2/3-тен 2 болады. Сонда әр үйге қанша ұннан келіп тұр, қанша қабымнан келіп тұр. Яғни бірінші үйге 2/3-тен 2 келіп тұр. Екінші үйге де дәл осындай ұн, үшінші үйге де дәл осындай ұнды олар бөлісіп алды. 8 қапты осылай бөлісіп алды. Енді үшінші үйде 1000 ақшасын төлеу керек қой. 7200 теңгені бірінші үйге, екінші үйге өзіне алған жаңа ұндарына қарап бөліп беру керек. Ол үшін бірінші үй 5 азайтылған 2/3-тен 2-ні азайтамыз. 5 қап ұннан 5-ті бір санға кемітіп азайту, аралас сандарды натурал сан азайту үшін осы өзінің ережесі бар. Соны қолдана отырып мынау шығады, бөлік шығады. Ал екінші үйімізде 3 қап болғандықтан дәл осы жолды қолданып есепті шығарамыз. 3 1 болды. Міне. Енді арғы есеп қалай шығарамыз? Әрмен қарай 7200-ді бір қаптың бағасы қанша теңге бола шығару үшін 7200-ді 200 теңгені бөлемін 8 қапқа. Сонда 900 теңге түседі. Бір қап 900 теңге тұрады екен. Яғни осы 7200 теңгені бірінші үйге, екінші үйге қалай бөліп береді? Ол үшін жаңағы шығарып алған мынау есебімізді мына түрде жазып аламын. Жай бөлшек түрінде жазып аламын. 6, 1-ді қосам 7 болады. Осы жерге 7 көбейтілген 3 бізге белгісіз ғой, теңгесі. Сол себептен мына жерге x демін. Белгісіз болғандықтан, яғни 7 бөлінген 3-ке көбейтемін 900 теңгені. Так. 7200-ді көбейтеміз бұл жерге. Так, яғни жалпы бұл жерде мынауны қазір қолданбай тұрамыз да. 7 бөлінген 3x деймін, қосамын 1 бөлінген 3x-ті тең 7200 теңгеге. Екеуін қосамын қаптарын. Сол кезде ортақ бөлім бәрі 3 болып тұр. Так, 7x қосылған 1x бөлінген 3 7200 теңге болады. Осыда мына 8x болады да. 7200-ді көбейтеміз 3-ке. Так, бұдан x тең болады 7200 көбейту 3 бөлемін 8-ге. X тең болады 7208-ге бөлсем 900 болады. Бағанағыдай оны көбейтемін 3-ке. X тең 2700 теңге болып тұр. Жаңағы бүтін бөлік деген сандарының жалпы теңгесі 2700 теңге болып тұр. Енді қаншадан беріледі? Әрине жаңағы мынау жолды енді қолданамыз. Бірінші үйге 7-тен 3x болғандықтан 7-тен 3 көбейтемін 2700-ді. Бұдан тең болады 3 пен 2700 қысқарады 6300 теңге береді бірінші үйге. Екінші үйге 3-тен 1x, яғни 3-тен 1 көбейтеміз 2700-ді. Яғни 2700-ді бөлемін 3-ке 900 теңгеден береді екен. Яғни міне жауабы бірінші үйге 6300 теңге береді. Екінші үйге 900 теңге береді. Болды. Есебіміз шықты. Так, енді 636 есеп. 636 есеп. Дүние жүзіндегі ең терең көл Байкал көлі. Ақпараттық көздерден Байкал көлінің тереңдігін тауып, оны жазып алыңдар дейді. Яғни ақпараттық желіден көрдік 1620 екен тереңдігі. Эхолоттан шығарылған дыбыс неше секундта Байкал көлінің түбіне жетіп, одан шақырып кері қайтады деп есептеп табыңдар дейді. Және одан алдын мынаусы берілген бізге. Жылдамдық берілген міне. Байкал көлі берілген, суретін салып, дыбыстың суда тарау жылдамдығы 1500 метр бөлме секунд екен. Бұл есепті шығару үшін физикамен байланыстырамыз. Яғни дыбыстың есеп нөмір 636. Так, берілген жылдамдық 1500 метр бөлінген секунд берілген екен. Сонымен бірге Байкал көлінің тереңдігі есеп аламын 1620 метр екен. Ақпараттық желіден көрдік 1620 екен. Яғни енді бізге уақыт тап дейді ғой. Уақыт тап дейді. Эхолот деген сөз, эхо деген сөз жаңғырық барып
жаңғырық дегеніміз өзі эхо, эхо деген орысшасы жаңғырық, ол деген сөз жаңа сіздің даусыңыз барып тауға ма бір бөгетке шағылып қайта құлағымызға келіп естілетін нәрсені жаңғырық деп атаймыз. Оның формасы жалпы жылдамдық тең болады. с бөлінген т ғой негізі жылдамдық формасы, бірақ эхо даусымыз барып қайтып бізге жаңғырық болып даусымызға естілгендіктен, екі есе жол жүргендіктен барып қайтуын есептейтін болсақ, мына жерге екі деп қоямыз. Осындай форма бар, физикадан да бар. Осыны қолдана отырып біз уақыт табамыз. Бұдан уақыт табатын болсақ, 2s бөлінген жылдамдық болады. Болды, осыны уақыт таба саламыз. Ең оңай жолы, ең оңай тәсілі осы. Тең 2 көбейтілген 1620 бөлемін 1500-ге тең болады. Көбейте саламын. 0, 4, 2, 3, 3240-ты 1500 дейді. Бұны қысқартамын, 10-ға қысқартайын. 10-ға қысқартатын болсам 324, мынау 150 болады. Енді бұны неге қысқартамын? 324. Бұны қысқартамын 2-ге. 2-ге бөлем. Бұдан қысқарады, мынау 162 болады, мынауымыз 75 болады. Бұны және қысқартамын, 3-ге қысқартамын. Бұнымыз тең болады, 162-ні 3-ге бөлетін болсам, 54 болады, 75 3-ге бөлетін болсам, 15 болады. Бұны аралас сан түрінде бөлшектеріне жазылатын болсам, 25 болады. 2,25-тен 4 секунд екен. Міне кітаптағы жауабы Б жауабы екен. Жауабы Б-сы екен. 2,25-тен 4 секунд екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Подписаться етіп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осындай жеңіл жолмен, әрі оңай жолмен 5-ші сыныптың деңгейіне лайықты есептерді шығарып салып отырамын.